Сәлем, біз бүгін сіздермен дәмі тіл үйіретін, жасауына бар жоғы 30 минут кететін бананды панкейктер жасаймыз. Алдымен бананды қабығынан тазалап алып, оны өзіңізге қолайлы тәсілмен езіп алыңыз. Мен оны шанышқының көмегімен еземін. Жақсылап езіп алған бананымыздыға 2 жұмыртқаны салып, оны да жақсылап бір текті масса пайда болғанша араластырамыз. Артынан қант салып, қантымыз ерігенше араластырамыз. Бұның барлығын осы шанышқының көмегімен жасасаңыз болады. Май құйып араластырамыз да, үстінен құрғақ ингредиенттерімізді саламыз. Он, разрыхлитель және ванилин саламыз. Жақсылап араластырып, табамызды отта қыздырамыз да, кішкене май жағамыз. Және табаның астын жай отта қылып қойыңыз. Қалың емес, жұқа емес, орташа қалыңдықта панкейктерімізді жайып шығамыз. Және бетіне көпіршіктер пайда бола бастаған кезде келесі бетін аударамыз. Егер астын жай қойып қоймасаңыз, панкейктеріңіз күйіп кетуі мүмкін. Барлық панкейктерімізді осылай пісіріп аламыз да, дастарханға тарта береміз. Ас болсын!